жақтан жанына келіп тұр да. Шынымен де маған бәрі давка болып кетті. Маған бір білмеймін, былай болады, артынан ұстап тұрады, цептар ше, бір сондай бір ощущение болып тұр да менде. Маған бір оңай соғып тұрған жоқ. Бұл нәрсе мүлдем еще кеп мына жақта енді бір сөйлесіп кетеміз ау, нормально кетеміз десе, енді Асылжан эмоциясы мынандай болып тұр. Жоқ, мен сонда қалай түсуім керек? Эмоция деп бір ондай қылып айтып жатсың да бір сен. Онда тұрған не бар, эмоциям просто шығып кетті деп. Ол қыз баланың ладно түсінемін, эмоциясы шығады бір шынайы көрсетіп қояды, но бірақ жігіт деген енді білмеймін, енді эмоциясы шығу үшін біраз ішінде бірдеңе болу керек қой негізінде. Негізі құрметті көрермен, қатысушылар, бізге жарнама уақытысында бір ақпарат келіпті. Және де ол ақпаратта Асылжан мен Жанна кездескен. Кеше тамақтанатын жерге бірге барған. Тамақтанып отырған жерден фотолары келді. Асылжан, қалай түсінеміз? Айгүлдің мына бір күдігі шынымен орынды сияқты. Жоқ. Мынандай болған ғой, інім бар ғой. Інім деп қойма. Інісі? Бұл інісі бар. Мен бұл кісі кеше телефон таксиде ұмытып кеткен. И сол, ол да білмейді негізі қалған дұрыс ше. Бұл кісіге сөйтіп телефон апарып берген болатын негізі. Арамызда ондай мен бүйтіп есімнен де шығып кетті негізі. Жанна, басынан бастайық. Өзіңізден сұрайық. Мен жаңа оны сырттай айтып бергем ол жағдайды. Мынандай жағдай болды. Мен кеше келдім. Мен әпкемнің үйіне келдім. Осында әпкем бар. Бірақ Алматыны шыны керек білмеймін. Алматыға бірінші рет келіп тұрмын. Алматыны білмеймін. Киім іздеуге шықтым. Киім іздеп, содан кейін тағы да өзім жұмыстарымды бітіріп жүрдім. Сол жағдайда мен таксиде телефонымды ұмытып кеткем. Қалып қойған. Мен бірінші кезекте анама хабарластым. Жаңа сол жердегі адамдардан. Анама хабарластым, телефоным жоқ, осындай жаңа таксиде қалып қойды. Не істеймін деп. Жаңа әпкемнің толық адресін ештеңесін білмеймін. Жаңа тек таксиде ғана неде. Телефонда такси шақырамыз ғой, сода бар. Өзі әпкем шақырып берген. Прямой келем, прямой кетем деп ойлағам. Сол моментте бұл жағдайдың бәрі Асылжанға жеткен. Анаңыз айтқан? Анам айтқан ба, інім айтқан ба енді білмеймін. Жоқ, ол кісі не істей алмады. Ол кісі через інісі арқылы жеткізді. Жақсы. Иә, інісі арқылы жеткізді, сосын бір кісілердің арқасында ол телефон қайда жатқанын біз тауып алдық негізі. Бергісі келмеген ол кісі негізі. Сонымен тауып телефон апарып бергенбіз. Бұл кісі өгізі мен негізі бұл кісі апарып бердік. И сол моментте тамақ ішкеніміз бар. Ол жасырып отқан жоқ, бірақ міне шын. Алматыға не үшін келгені жайында айтты ма? Мен білген жоқ, маған айтқан жоқ. Ол туралы вообще әңгіме болған жоқ арамызда ше. Маған просто айтты, типа бұл кісілер саудамен айналысады ғой. Сол жөнінде келдім деп айтты. Но мен шыны керек жаман ондай ешқандай ойда болған жоқ, неде болған жоқ. Ол жер жалғыз екеуміз болған жоқпыз. Име інімде болды, менің інім деп беріп. Бұл кісінің інісі, мен інім сияқты болып кеткен бала. Сіздің досыңыз бұл кісінің інісі? Иә. Иә. Менімен бірге жұмыс істеген бала да, ол сол себепті маған қатты жақын. Яғни келу туралы әңгіме болған жоқ. Тамақ іштік. Сонымен Жанна, сіз де айтқан жоқсыз ғой? Иә, мен бұл кісіні алдадым. Енді қатысушы болып мынандай жағдай ғой, если мен қатысушы несін көріп отырсыздар ғой, мен қатысушы болып келейін деп жатырмын, осындай деген сөзді айтатын болсам, ол кісі мен Алматыда қалдырмас едім, мен қазір осылай отырмас едім. Сіз сол мінезін білдіңіз да, айтпай? Иә, айтқан. Алдауға тура келді. Иә. Жақсы. Айгүл, баяғы жартас, сол жартас деген бір сөз бар ғой негізінде, сол бір Асылжанға әдеміленіп айтылып тұрды қазірше. Енді біз бұндай ситуацияға мен негізінде баяғыдан етім үйреніп кеткен, жаңағындай екеу жолыққан болса да, басқасы болса да деген сияқты ғой. Но бірақ білмеймін енді, бірақ мынадан кейін таныстық білмеймін қалай жалғасады екен деп бір ойланып отырмын ше. Просто баяғы жартас сол жартас болып қала береді екен. Қыздар, қателеспесек, ол жерде қыздармен жолыққан бөлек дүние да ол. Ол менің бұрынғы әйелмен жолықты деген ол жаман ситуация емес деп ойлаймын, оны қалай қабылдасаң да. Жақсы, мен Жанна. жаман намерениямен қабылдаған жоқпын ба? Қандай жағдай болмасын, әр адам бақытты болуға лайықты деп ойлаймын. Сіздің өзіңіздің ниетіңіз бар екен, осы жерге келіп, бақытымды тапқым келеді деген. Сол қабыл болсын, және де қош келдіңіз. Жайғасыңыз.